Саумал ерекше сусын. Ол жаңа сауылған бие сүті. Ғасырлар бойы ұлы даладағы ата-бабаларымыз оның қасиетін білген. Олар оны денсаулық пен ұзақ өмір сусыны деп атаған. Бұл жай сүт емес. Ол өмір сыйлайтын қасиеттерге толы табиғи эликсир. Сүт жақында құлындаған биеден сауылады. Бұл сүтті қоректік заттарға өте бай етеді. Оның ерекше, сәл тәтті дәмі бар және сиыр сүтіне қарағанда сұйығырақ болады. Адамдар оны жаңа күйінде әдетте сауылғаннан кейін бірнеше сағат ішінде ішеді. Осылайша оның тірі компоненттерінен барынша пайда алады. Саумалдың ерекшелігі неде? Оның құрамы адамның ана сүтіне өте жақын. Бұл біздің ағзамыз оны оңай қорытады деген сөз. Ол қажетті дәрумендер мен минералдарға толы. Оның құрамында А, С, В бар, В2, В6, В12 және Е дәрумендері бар. Сондай-ақ оның құрамында кальций, фосфор, магний және темір сияқты маңызды минералдар бар. Саумалдың құрамындағы альбумин және глобулин сияқты ақуыздар қарапайым және оңай сіңеді. Қоректік заттардың бұл ерекше үйлесімі саумалға күшті емдік және нығайтушы әсер береді. Оны жай сусын емес, табиғи дәрі-дәрмекке айналдырады. Саумалдың тірі табиғаты оның пайдасының кілті болып табылады. Ол белсенді ферменттер мен пайдалы бактерияларға толы. Бұл компоненттер біздің денеміздің табиғи процестерін қолдау үшін бірге жұмыс істейді. Пастерленген сүттен айырмашылығы, жаңа саумал осы нәзік ыстыққа сезімтал элементтердің барлығын сақтайды. Сондықтан оны тез тұтыну керек. Жаңашылдық оның биологиялық белсенділігінің ең жоғары деңгейде болуын қамтамасыз етеді. Бұл тірі қасиет иммундық жүйені нығайтуға және ішкі ағзаларымыздың жалпы жұмысын жақсартуға көмектеседі. Біздің әл-ауқатымызға жұмсақ, бірақ терең әсер етеді. Дәстүрлі қазақ мәдениетінде саумал өте жоғары бағаланады. Ол тек шөлді қандыратын сусын емес. Ол рәсім, табиғатпен және мұрамызбен байланыс орнату тәсілі. Ақсақалдар оны көбінесе ас қорыту проблемаларынан бастап, жалпы әлсіздікке дейін әртүрлі ауруларға тағайындайтын. Бұл дәстүрлі даналықты қазіргі заманғы ғылым қолдап отыр. Ол осы тамаша сусынның күрделі және пайдалы табиғатын түсіне бастады. Оның тарихы көшпелі өмірдің матасына терең енген, күшті, өміршеңдікті және табиғаттың жомарт сыйларын бейнелейді. Саумал біздің бүкіл денемізге көптеген пайдасын тигізеді. Оның ең маңызды рөлдерінің бірі иммундық жүйені нығайту. Сүт иммуноглобулиндерге бай. Олар біздің денемізге инфекциялармен және вирустармен күресуге көмектесетін ерекше ақуыздар. Оны үнемі ішу сізді суық тиюге және басқа ауруларға төзімді етеді. Ол табиғи қалқан сияқты әрекет етеді. Денеңізді қорғануға дайындайды. Бұл әсіресе жиі шаршайтын немесе оңай ауыратын адамдарға пайдалы. Ол синтетикалық қоспалардың жанама әсерлерінсіз жұмсақ, табиғи күш береді. Тағы бір маңызды пайдасы ас қорыту жүйесі үшін. Жаңа саумалдың құрамындағы пайдалы бактериялар мен ферменттер ішектегі сау, тепе-теңдікті қалпына келтіруге көмектеседі. Бұл ас қорытуды жақсартып, іштің кебуі немесе ыңғайсыздық сияқты мәселелерге көмектеседі. Ол тамақты ыдырату және қоректік заттарды дұрыс сіңіру үшін қажетті жақсы бактериялардың өсуіне ықпал етеді. Сау ішек жалпы денсаулықтың негізі. Ас қорыту функциясын жақсарту арқылы саумал денеңізге жеген тағамнан максималды қоректік заттарды алуға көмектеседі. Бұл энергия мен өміршеңдікті арттырады. Бұл сусын жүйке жүйесі үшін де өте пайдалы және стрессті азайтуға көмектеседі. Саумалдың құрамындағы В дәрумендері мидың денсаулығы мен функциясын қолдаудағы рөлімен танымал. Олар көңіл күйді жақсартып, тыныштандыратын әсер береді. Біздің қарқынды әлемде көптеген адамдар стресс пен мазасыздықты бастан кешіреді. Саумал ішу тепе-теңдік пен тыныштық табудың табиғи жолы болуы мүмкін. Ол денені және ақыл-ойды нәрлендіреді, өзіңізді тыныш және шоғырланған сезінуге көмектеседі. Ол жүйкеңізді тыныштандыратын және ақыл-ойдың айқындылығын арттыратын жұмсақ тоник сияқты. Сонымен қатар, саумал теріге өте пайдалы. Оның құрамындағы дәрумендер мен минералдар теріні ішінен нәрлендіруге көмектеседі. Саумал ішетін адамдар терісінің таза, тегіс және жарқын болғанын жиі айтады. Ол құрғақ тері немесе безеу сияқты жағдайларға ылғалдануды жақсарту және қабынуды азайту арқылы көмектеседі. Сүттегі ерекше майлар терінің сау тосқаулығына ықпал етеді. Бұл ұрпақтан ұрпаққа берілген сұлулық құпиясы. Бұл шынайы сұлулықтың көбінесе жақсы денсаулық пен табиғи нәрленуден келетінін дәлелдейді.
Бауыр біздің ең көп жұмыс істейтін ағзаларымыздың бірі. Ол токсиндерді сүзеді, ас қорытуға көмектеседі және 500-ден астам маңызды функцияны орындайды. Саумал бауыр үшін күшті одақтас екені белгілі. Ол бауырға табиғи детоксикация процесінде көмектеседі. Саумалдың құрамындағы ерекше ақуыздар мен белсенді ферменттер бауыр жасушаларын қолдайды. Олардың қалпына келуіне және тиімдірек жұмыс істеуіне көмектеседі. Бауыр сау болғанда, ол қанымыздағы зиянды заттарды тиімді түрде шығара алады. Саумал ішу бауырыңызға қажетті демалыс пен жұмсақ тазалық бергендей сезіледі, оның міндеттерін шамадан тыс жұмыс істемей орындауына көмектеседі. Саумал әсіресе гепатит немесе бауырдың майлы ауруы сияқты бауыр аурулары бар адамдарға пайдалы. Ол емдеу емес, бірақ қолдаушы емдеу жоспарының құнды бөлігі бола алады. Саумалдың құрамындағы оңай қорытылатын қоректік заттар бауырға қосымша жүктеме түсірмей, денеге энергия береді. Сүттің қабынуға қарсы қасиеттері бауырдағы қабынуды азайтуға да көмектеседі. Ол уақыт өте келе ағзаның құрылымы мен функциясын қалпына келтіруге көмектеседі. Көптеген адамдар дәрігердің бақылауы мен саумалмен емдеу курсын өмір салтына енгізу арқылы жеңілдік пен бауыр денсаулығының жақсарғанын байқаған. Алайда, ықтимал қауіптерді білу маңызды. Саумал күшті биологиялық белсенді зат. Кейбір адамдар үшін, әсіресе бауырдың ауыр зақымдануы немесе циррозы бар адамдар үшін, ол тым күшті болуы мүмкін. Сирек жағдайларда дене оны дұрыс өңдей алмауы мүмкін. Бұл асқынуларға әкеледі. Денеңіздің қалай әрекет ететінін көру үшін аз мөлшерден бастау өте маңызды. Сондай-ақ саумалдың сапасы өте маңызды. Ол жаңа болу керек және таза, сенімді фермадан алынуы керек, әсіресе иммундық жүйесі әлсіреген адам үшін қауіпті болуы мүмкін зиянды бактериялардан аулақ болу үшін. Бауыр денсаулығы үшін саумалды қолданудың кілті қалыптылық және дұрыс нұсқау. Ол сиқырлы дәрі емес, қолдаушы құрал. Саумалмен емдеудің әдеттегі курсы бірнеше апта бойы күнделікті белгілі бір мөлшерде ішуді қамтиды. Бұл денеге бейімделуге және пайдалы компоненттердің біртіндеп жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Кез келген жаңа емдеуді, соның ішінде саумал терапиясын бастамас бұрын, әрқашан денсаулық сақтау маманымен кеңесіңіз. Саумалдан барынша пайда алу үшін оны дұрыс қолдану маңызды. Ең маңызды ереже жаңалық. Саумал сауылғаннан кейін 1-3 сағат ішінде тұтынылуы керек. Себебі оның құнды ферменттері мен пайдалы бактериялары тірі және өте сезімтал. Бірнеше сағаттан кейін сүт ашып, құрамын өзгерте бастайды, қымызға айналады. Оның қасиеттері басқа. Сондықтан, әрқашан шынымен жаңа саумал бере алатын сенімді көзді іздеңіз. Ең жақсы жер биелер таза, табиғи жағдайда ұсталатын ферма. Тұтыну уақыты да маңызды. Саумалды аш қарынға, тамақтанар алдында 30 минуттан 1 сағат бұрын ішкен дұрыс. Бұл денеңізге барлық қоректік заттар мен белсенді компоненттерді басқа тағамдардың кедергісіз сіңіруге мүмкіндік береді. Жалпы ұсыныс, оны күніне 2 немесе 3 рет ішу. Мысалы, таңертеңгі ас алдында 1 стақан, түстен кейін тағы 1 стақан ішуге болады. Аз мөлшерден, мүмкін 100-150 мл бастау денеңіздің оған үйрену үшін жақсы идея. Ыңғайлы сезінген сайын мөлшерін біртіндеп арттырыңыз. Саумалмен емдеу курсы әдетте белгілі бір кезеңге созылады. Жалпы денсаулықты жақсарту үшін 2 апталық курс жиі ұсынылады. Бұл уақытта салауатты диетаны ұстану да дұрыс. Ауыр, майлы тағамдардан және алкогольден аулақ болыңыз. Себебі бұл бауырға және ас қорыту жүйесіне түсетін жүктемені азайтады. Бұл саумалдың тиімдірек жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Оны серіктестік деп ойлаңыз. Сіз салауатты өмір салтын таңдау арқылы саумалдың жұмысын қолдайсыз. Бұл кешенді тәсіл сіздің әл-ауқатыңыз үшін ең жақсы және ұзақ мерзімді нәтижелер береді. Қорытындылай келе, саумал табиғаттың баға жетпес сыйы, денсаулықтың нағыз эликсирі. Оның дәрумендерге, минералдарға және тірі ферменттерге бай ерекше құрамы иммунитетті арттырудан бастап, бауырды тазалауға дейін көптеген пайдасын ұсынады. Бұл күшті табиғи ем болса да, оны ақылмен қолдану керек. Жаңалықты бірінші орынға қоюды, оны дұрыс уақытта ішуді және денеңізді тыңдауды ұмытпаңыз. Осы қарапайым нұсқауларды орындау арқылы, сіз саумалдың керемет әлеуетін қауіпсіз ашып, ата-бабаларымыздың даналығын қабылдай отырып, сау және сергек өмірге айтарлықтай қадам жасай аласыз.